Всем привет, достар! Бүгін мен өзімнің бұрында сәндеген блокнотыма обзор жасаймыз. Бұны мен 2024 жылы бастап 2025 жылы біткен, бірақ мен сақтап қойып, қазір 2026 жыл. Сондықтан көріп кетейік. Міне сырты осындай. Ал бірінші беттен бастағанда мына жер осындай. Міне өте күшті сәнделген. Әдемі бопты. Ал мына бетінде осындай. Менің жеке блокнотым, деген жер қайда? Жарайды. Мынау не енді? Достар. Мынаны айтсай. Так, мына жерде сәл-пәл қателер бар екен. Күшті салынған бірақ. Ал келесі бетінде, мына жаңа жылда бастағам ғой мынаны. Осындай. Ал келесі беті осындай. Жемістер беті ғой. Міне осында қиял болған, мен кешіріңіздер достар. Ал келесі бізде мынадай қыз баласын қорламаңдар деген бетке сай ғой енді. Мына жер тоже, мына күшті салыныпты, өзіме ұнап. Мынадай күшті бопты. Мына жаңа жылда салған. Міне мынадай. Мынаны көрсетпей қойайын. Содан кейін мынадай бопты. Сурет сала беретін тұғыммен. Мынау да әдемі, күшті болады. Ал келесі бетінде осындай. Мен сурет көп салатын болғам. Ол кезде телефон жоқ әрине. Ана бетті түсінбедім мен. Әркімнің анадай неден салғамға аваларын. Бірақ мына жерде жыртып тастаған. 2024 сау бол деп 4 кетіп бар жатыр. Ал 5. Мен келе жатырмын. Осында қиял болдым мен достар. Міне бұл беті осындай норм екен, қараңыздар. Ал мына жерде типа мына құрбым екеуміз мынаны өшіріп тастағам. Ұнамай қалды өзіме. Мына жерде өзім өлең шығарғам, неде жазғам. Ауырып қалдым мен тағы. Ауырып қалдым күннің суығына шыдай алмадым. Не деген қиял болған мен. Не мынау енді? Бұймын өләм, мынаны қараңдар. Бір түспен бұлай бопты. Әртүрлі түспен. Міне. Болады енді. Мынау қашаны кімне Анелия деген қыздан көргем. Мына күшті салатта сол қыздан көріп сағам. Міне мынадай да бар. Өткете салайық. Мына мен қаршы Нұралы деген сыныптасым сап берген. Ал мынаны түсінбедім әрине. Бірақ мынау не динозавр. Мынау не? Көбелек. Мына күн өзім ерігіп сала беретімін. Ал мына жерде вембі. Ал мынау жаны түріне мен саған ба мынаны. Өйді герой ғана герой. Келесі бетінде тоже мынадай өзім істеп сала беретімін мен. Ана 8-ші наурызда наурыз болып қойыпты уже. 8-ші наурыз құтты болсын. Күшті сағым, өзім ұнап. Ал келесі бетінде поншик, норм. Мынадай қастар мен көздерім болса армандарым жоқ па? Бірақ мынау кірпікті сәл көтеру керек, Міне қара. Күшті. Бізде бір ойыншық бар да, содан көріп сағам ғой.
ал мына жерде кім бол дегенді салып жатып ұмытып қалып салмай кеткем. Күшті салғын, күшті сапты. Байгенже Ақсезім, Мұхаммедәлі Бибінұр, Айкүміс Асқарқызы, Сейділлә Аруна, Асқарқызы Айкүміс, Мұхаммедәлі Бибінұр, Байгенже Ақсезім, Тасболат Қарақат, Алтайбай Толқын, Бек Ахмет Айзере. Мына жерде қыздар маған аттарын жазған, не деп жазған? Енді туылған қызға қоюға болатын есім. Еба. 45 есім бар ғой мына жерде. Ал келесі бетін көрейік. Келесі бетінде мынадай, мынау әдемі сыныпты, иә, достар. Мынаны салып жатып салынбай қалған ау. Ал мынау түсінбедім. Смайли мынау жақсы көріп тұрған, мынау ұйып тұрған. Ал мынау жүрек, кәдімгі. Барлықтарыңыз осылай салған шығарсыздар, достар. Комментке жазып кетіңіздер. Ал мынау бізде тортик. Мен туған күніме осындай торт болса ғой деп армандайтынмын мен. Ал келесі бетінде осындай алма. Ал мынау банан. Күшті салат екен ғой, достарым. Мынау құлпынай. Ал мынау сәбіз. Достар, бізде бойы ұзын қыздар, ұлдар бар, солар мына сәбізді шайнамай жұтқан ғой. Ал мынау шие, мынау бәдірен. Мынау жүзім, кәдімгі. Достарына қараңыздар, өте күшті болыпты. Бірақ мына шеттері не екен түсіне алмадым мен. Ал тағы да жазбайсың ба, екіміз су деп тағы да жазбайсың ба? Суды жақсы көретін болған мен, достар. Міне осындай күшті. Мынау әдемі істепті, я? Күшті болыпты. Ал мынау не мынау енді? Қасына не сағым мынауын айтсай мынаны. Еба, көзі тым кішкентай емес ба? Мына әдемі болыпты, жаным. Бай, түрінен. Ал мына жерде не? Бұлт өлі қуам менше. Ал мынақта пончик. Мынау аю, ой, жоқ, қоян. Ал мынау куруми бет бопты ғой, Куруми деп жаза береді екен мен. Курумиді жаман жақсы көретін кезім ғой. Қазір недер анадай неде наклейкалары болса ғана жабыстырап, әйтпесе ұнатпайым. Мына ою күшті бапты оюлар. Опай, жаным, түрінен соң. Осы мультикте көрген адамдар қазір нешедесіздер? Ал мынақты көрейік, мына гүл, ал мынау кәдімгі. Достар, мен асығып атым, мынаны теріс сап қойыппын, міне гүл. Ал мынау ауыл, мынаны менің әкем тап берген. Күшті салады, я, достар. Ал келесісі. Машаллах, күшті ғой мынау. Ал келесі бетінде мен анам мен сіңілімнің аттарын жазып қойғам. Бұны әрине көруге болмайды. Ағаш мен сала береттіғым, осындай наклейкалар. Мынау мен ойнағым кәр жаңадай. Ана тока-бока сияқты ойнаймыз ғой, сондай мені. Ал келесі бетінде. Мынау алынып қапты, достар. Я тебе люблю. Вау, мына күннің күшті салынғанын ай.
Gül toş sala verir. Болды түсіндім. Адам мен мына жерде бантикті жақсы көремін ғой. Мына ашылады екен еді. Міне достар күшті болыпты. Салайық. Ал келесі бетінде кухня. Ал мынау 8 аяқ қой, негізінде 5 аяқ деп салсам. Ал мынау тош ит. Опа, жидектерім менің. Мынау лапка. Ал мынау милк, кофе. Мынау не? Давай, достар, осыған жеткізейік. Айкомка, бірақ мен қазір атым Айкомка емес, басқа қызы Айкөміз. Күн мен ай. Күшті жасайды ғой. Мынаны қараңыздар. Мына бір өлең айтқам. Көкжиек күн сәулесін таратқанда. Соңына дейін жазғым ғой, ерінбей. Тош еду күшті салыныпты ше. Ал мынау. Білмедім, түсінбедім. Арбуз. Осындай арбуз болса, армандарым жоқ па. Анадай, короче, мынаны анадай қылып істеймін, істей алмай қалып, жындарын сап қойғам. Мен атын ұмыттым, мынаның комментке жазып кетіңіздер. Мына жерде тош, мына кімнен көргем, аяқ-кош гумилголокты білесіздер ме, содан көргем мынаны. Солардан істегем. Ал мына тоже осындай үй. Келеспейді, ашылмай жатыр. Мынау не? Білмейдім. Домбыра. Мынаны қараңыздар, банан. Осымен мен бітті. Достар, менің блокнотқа обзор видеом бітті. Сонымен сау аман болыңыздар.